Алматыда жүргенде мен осындай сыйлық алдым да, Арқарлы тауындағы петроглифтер жартасқа салынған суреттер ғой, авторлардан алдым, ғылыми жинақ, академияның, мынандай қалың кітап. Сонда Арқарлыда 90-шы жылдардан бастап қиыршық тас өндірген ғой. Өткені кезінде бір ғалым сымақтар оларға рұқсат қағаз жазып берген, о жерде құнды ештеме жоқ деп. Сонда көп нәрсе, көбі арқардың көбі бұзылған ғой. Енді қалғандарын ғалымдар енді 17-ші жылдан бері зерттеп рұқсат алды да тоқтатты ананы өндірісті, қиыршық тастың өндірісін. Мынау мысалы үлкен бір кәдімгідей жар тас болған ғой, соны құлатқан, үгіткен, ортасындағы бір бөлігі мынау 1,5 метрдей қалып қойды аман. Бірақ ол да бетімен төмен жатқан жерінен мынау петроглиф ішшілер, біздің еріктілеріміз көтерген ғой. Көтеріп, өткені бір нәрсе ортасын бар сурет бар шығар деп сезіп көтерген, суда тапқан. Мынау ғалымдар бұл орта ғасырлық түріктердің суреті дейді. Бұл соғыс болып тұр ғой, екі жақ соғыс болып тұр. Сонда мынау прорисовка дейді, қағазға салады осылай анықтау үшін, дұрысырақ көру үшін детальдерді. Сосын кішкене әрбір деталін осылай алып шығады да бөлек сурет қылып салады. Сонда мынау жерден тарихшылар көптеген мәлімет алады орта ғасырлық түріктер жайында. Жалпы мынау жартастағы ту ұстаған атты адам болса, ол бірден түрік заманы дейді, түрік дәуірі. Өйткені Скиф заманында да салынбаған сондай нәрселер, сақ заманында, одан бұрын қола заманында ондай ту ұстаған адамдар болмайды. Әр заманның, әр дәуірінің өзіне тән нәрселер болады. Техникасы, сюжеттері, бейнелері. Мынау мысалы сақ замандағы аттарды былай салды. Сол Арқарлыдағы әртүрлі суреттер ғой. Мынау қараңызшы, былай қарасаң жауырынға отырған сияқты. Кейбіреулер кәдімгідей сауырда отыр, міне мынау әбден құйрыққа отырғандай, кейбіреулер ортасында. Сонда айтады, бұл сақ заманда кейбір суреттер әлі ер тоқымсыз, үзеңгісіз отырған. Кейбірлері ер тоқымы бар, үзеңгісі бар. Міне түрік заманға келсек, айтады, міне бұл дейді, кәдімгідей асыл тұқымды арғымақтар, құйрықтары өрілген, түрік замандағы деді. Сосын жалдарды қырқылған, өрілген әртүрлі. Сосын мынау мысалы құлап жатыр, қолында ту бар, құлап жатыр. Демек, ол жеңіліс деген сөз. Шынымен сол соғыста ту бегі құлаған ба, мынау құс сұңқар ма, сондай бүркіт па ұстап тұр. Соғысқа осылай жалы кекіл қылып түйілген, мынау аттан түскен ту бегі. Шамасы ол да жеңілістің ба, басқа бір сәтті көрсетіп тұр. Мынау о жерде жаяу жауынгерлер де бар, соғысып жатқан. Мынау жаяу жауынгерге атып жатқан садақшы. Садақтарды түр-түрімен сонда ажырата береді. Осындай мынау аттың сауырына, артына бұрылып атып жатқан садақшы. Қысқасы, осыған қарай тарихшылар кәдімгідей сол заманның сауыт-сайман, қару тәсілдерін қалыпқа келтіреді да. Сонда Арқарлыда сондай мыңдаған сурет сақталды. Енді мынау әрине өте шедевр дүние, бірақ мыңдаған сурет сақталды, бұрында ол 100 000 болды ма сурет, бірақ көбі қиыршық тас құрылысқа кеткен. Мынау мысалы қола заманның сол Арқарлыдағы колесница, көліктердің суреттері. Ғылыми кітапта авторлар, археологтар екі адамға арнады. Бірінші Марияшев Алексей, осы профессионал альпинист және де тарихшы, 84 жасында қайтыс болды. Соңғы оны зерттеген осы Арқарлы болды да, тау, соны қорғаймын деп жүрген адам. Екінші Ерлан Жагипаров, біздің петроглиф ішшілері, еріктілер тобының белсенді мүшесі. Осы 6 қаңтарда оны ұлттық қолдан ұстап алып, кісен салып қолына азаптап өлтірген досымыз. Бүгін Алматыдағы петроглиф ішшілер оның басына барды. Сол